Қыздар, сәлем, арнамызға қош келдіңіздер. Қыздар, саңырауқұлақ қазір дефицит, жалпы. Саңырауқұлақты теріп әкелу үшін жауыннан кейін орманға бару керек, оны теріп әкелу керек. Атак, бұлай сатып алам десең, ол өте қымбат, бағасы ұшып тұр. Ал тура сол саңырауқұлақ сияқты қылып, баклажанды жабуға болады. Саңырауқұлақтан ешқандай айырмашылығы жоқ. Мінекей, қазір уже неше жыл болды мен осы баклажанды жауып келе жатқаныма. Саңырауқұлақтан айырмашылығы жоқ. Ол үшін міне баклажан керек, менде 1,5 килограмм чеснок керек, укроп керек, тұз керек, 9%-тік уксус керек, сұйық май керек, және мынандай ашты бұрыш керек. Ашты бұрыш. Ал ең бірінші мынау баклажанды тураймыз. Мен мынандай ұзыншақ қылып турадым. Енді әркім өзі біледі. Мүмкін дөңгелек қылып тураңыз да, ортасынан бөле салыңыз. Үйтуге де болады. Немесе текше ағып турауға да болады. 4 бұрышты қылып. Мен осылай ағып турағанды жөн көрдім. Аламыз, бұны аламыздағы қайнап жатқан суға салып, қайнап жатқан. Кішкене енді суға салған кезде қайнағаны басылып қалады ғой судың. Сол кезде кішкене үстінен ана сеткамен өстіп басыңыздар мінекей. Бұл өзі қайнайды, қайнаған кезде кішкене былай прозрачный болады. Қайнағаннан кейін 5 минут қайнатасыздар. Қазір мынау қайнап жатқан жоқ қой, оны қайнайды ғой, содан кейін 5 минут күтесіздер. Пока ол қайнай берсін, мына жақта чеснокты теркадан өткізе береміз. Және чеснок, укроп, тұз, мынау ашты бұрыш, уксус, сұйық май. Осылардың бәрінен қазір біз маринад жасайтын боламыз. Осылардың бәрін ұсақтап бірге қоса саламыз. Мынау ски маринад шығады, қыздар. Мінекей, баклажаным қайнап жатыр, пысты баклажаным. Қазір мен баклажанды сүзіп алатын боламын. Сүзіп алғанда бір сетканың үстіне, атын ұмытып қалдым, немеді, мынаның аты қалай еді, Құдай, мына біреудің аты қалай еді. Соның үстіне сүзіп қоямыз. Пока осының үстінде тұрып суиды, сорғиды. Пока ол сорғығанға дейін, мінекей мен чеснокты через терка өткіздім, оның үстіне укропты ұсақтап турап, салдым, қостым. Оның үстіне уксус құйдым, оның үстіне сұйық май құйдым. Қыздар, тұзды жаңағы жерде салғанмын, бірақ тұзды түспей қалды, тұзды салғаным. Түспей қапты телефонға. Тұзда қостым. Бір қасық толтырып тұз қостым, тура осыған. Дәмі деген енді керемет. Иісі деген керемет болып шықты. Ал енді мына баклажаным суыды, сорғыды, жаңағы маринадты соның үстіне салдым, жақсылап тұрып араластырдым. Керемет болып шықты. Иісі вообще енді бүкіл үйдің ішін алып кетті. Мінекей, араластырдым, араластырып. Қыздар, менде 650 граммдық банкі. Сол банкіге мінекей екеу шықты. 2,5 шықты ғой. 2 шықты дейікші. 2 шықты, мінекей соған салдым 2 банкіге. Содан кейін салған кезде қыздар мінекей тығыз болып салынсын, хорошо? Мінекей басқан кезде үстінен соғы шығып тұратындай болсын. Тығыз болсын, тығыз салыңыздар. Мінекей, осыны салдымдағы, ары қарай кастрөлдің ішіне орамалды қойдым. Міндетті түрде қойыңдар, қыздар, орамалды. Егер орамал қоймасаңдар, ана стеклоларыңыз банка сынып кетуі ықтимал. Сондықтан да солай болсын, қойыңыздар. Мінекей, ішіне өстіп қойдым. Мына қақпақты мен басында қайнатып алған болатынмын, қыздар. Қақпақты жай жаптым, бұраған жоқпын, жай жаба салдым. Содан кейін қайнаттым, суды құйып жаңа, мына иығына дейін құйдым суды. Сосын кейін оны қайнағаннан 15 минут қайнады, қыздар, 15 минут қайнады. 15 минут қайнағаннан кейін мен оны алдымдағы қатты бұрап жаптым. Міне, болды, түкті қиындығы жоқ.
кәдуілгі саңырауқұлақ шыға келді. Пока, қыздар!